Бүгінгі видео Арменияның түнгі өмірі туралы. Арменияның түнгі өмірі сан алуан. Еревандықтар қараңғы түсе немен айналысатынын осы видеода көрсетуге тырысамын. Ендеше кеттік, видеоны бастайық. Армениялықтар өзге Еуропа жақтағы елдермен салыстырғанда сәл болса да қарапайымдау, яғни өздерін шамалы шектеулер қойып ұстайды. Оны бұл халықтың діндеріне қатты сенімінен деп түсіндім. Бірақ дегенмен көшеде, кафеде, түнгі клубтарда жүретін армениялықтарда жеткілікті. Мен осыған дейін Иран елінде болған болатын. Иран елі мен Армения елі көршілес, бірақ екі елдің кешкі өмірі 100% екі түрлі. Ислам Иран республикасында шариғат заңымен жүретін болғандықтан ол жақта енді ештеңе жоқ ондай. Мына жастары болсын, үлкендері болсын, барлығы кафеде түнмен таңға дейін отыратындар да бар. Сондықтан барлығын қазір мүмкіндігімше жайлап түсіруге мүмкіндік беретін жерлердің барлығында түсіріп сіздерге көрсететін боламын. Армения қауіпсіз ел ме? Сол туралы айта кетейік. Жалпы қылмыстың көбі түнде болады. Ал Ереванда түнде жүру қауіпсіз. Қуыс тесіктерге өзіңіз кіріп кетпесеңіз әрине. Армения негізінен өте қауіпсіз елдердің қатарына жатады. Бұлай ешкім келіп саған тиіспейді. Бұл жерде құқық қорғаушылар өте көп. Және де түн мұрбағында мынандай жерде адмен жасай береді адамдар. Супермаркеттің алдынан келіп осылай адмен жасайды. Мына жақта да бар адмен. Барлығы қауіпсіз. Егер қауіпті болса, осылай түнімен жұмыс жасап тұрмас еді. Және бір байқағаным осы Арменияда криптовалютаның айырбас орталықтары өте көп. Мысалшыма көріп тұрсыздар ма? Биткоин, эфириум, сосын тағы да бір Т деп тұр. Міне, осындай жерден криптовалюталарыңызды айырбастауға болады. Бірақ енді біздің Қазақстанда криптовалюта көп дамымаған секілді, сондықтан бұл ақпарат сіздерге керек па, керек емес па? Ол жағын білмедім. Көптеген осындай түнгі кафелер барлығы орталық ауданда орналасқан екен. Опера театры ауданының қасында келе жатырмын. Айнала толған кафе. Кейбіреулерінде футбол көрсетіп жатыр, АПЛ сияқты. Айнала толған кафе, барлығы кафеден толып тұр. Іштерінде адамдар аз-аздан отырса да, әр кафеде бір 3-4 столдан отыр десе болады. Салқында уақыт болған соң бұндай сыртқы орындарда көп адам отырмайды. Көп адамдар ішкі орындарда отырады. Армян музыкасы ойнап жатыр. Атмосфера деп аталатын кафе екен. Кафеден көп зат жоқ бұл жақта. Осындай кафелер, адамдар өте көп. Мына жақта да таверналар өте көп. Тек қана түнгі кафелерден ғана емес, ұлттық кафеден де дәм татуға болады. Иә, олар да түнмен жұмыс жасай береді. Армянның ұлттық кухнясы дейді. Көрейік. Ұлттық кафесі де түнде барсаңызда толық екен. Бір бос орын таппадым ғой. Мына адамдар орын босағанын күтіп тұр. Ал мен олай сағаттап күткім келмейді.
Сағат демекші, сағатына ойнауға жіберетін компьютер клубтары да жеткілікті екен Ереванда. Ереванның өзінде 100-ден астам осындай ойын клубтары бар екен. Кейбіреулері түнде де жасай береді. Мынандай түнгі PlayStation бар екен. Әжелер, аталар қайырсып басқа жүрген жолда кездеседі. Қатты көп емес, бірақ кездеседі. Мында тұр, тамақ па бірдеңе жинап жүр. Осы ұзын көшеде мен тұрамын дегенде ойлап қалмаңыздар, үй бар деп. Осы жақтан жалдап жатырмын столды. Еревандық автобустарға риза болдым. Жүре береді екен. Нешеде тоқтайды екен? Білетіндеріңіз болса, комментке жаза кетіңіздер. Түн болып, бірақ автобуста әлі жүріп жатыр. Мен нешеге дейін жүретінмін, бірақ жүре береді екен. Міне тағы 36-шы автобус кетіп бара жатыр. Ішінде адамдармен остановкаға қарсы бетте тұрмын. Арғы бетте көрдіңіздер қанша адам тұр. Көптеген адамдар тұр. Глобо дегендер жатпайды екен ашы. Тамақ доставканы 24-те 7 жасайды ол. Дымда да тоқтамайды. Ал енді бәріңізге қызықты түнгі клубтар туралы айта кетейін. Нақты Ереванда қанша түнгі клуб бар екенін белгісіз. Себебі бірі жаңадан ашылып жатырса, бірі жабылып жатады. Шамамен 100-ден аса түнгі клубтар бар. Көптеген клубтар осындай үйде орналасқан. Сыртынан қарасаң, этажды кәдімгі үй сияқты. Ал ішіне кірсең, 5-6 бөлмелі квартира ғой. Мынандай клубтармен үй қабырған көршілес болса, ұйқы жоқ қой саған. Көбі арнайы қабырғаға қалың шумка қояды екен. Әйтпесе көршілерің шағым жасап, саған жұмыста жасатпайды ғой. Және де ешкім түнгі 3-ке дейін ұйықтамас еді. Міне Ереванның түнгі вайбы осындай. Видео ұнады деп ойлаймын сіздерге. Егер видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарияға жаза кетіңіздер. Бұндай клубтарға тек контент үшін кірдім. Сіз кірер ме едіңіз? Комментке жаза кетіңіз. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліңіздер.